шеңберінен тұрып, бірімізге көңіл-күй сыйлап алайық, иә? Тілегімізді айтайық. Құтты болсын. Сен орындайсың. Бүгінгі күнің керек емес. Бүгінгі күн тек сәтті өтсін. Ашы сабақ болсаңыз. Барлықтарыңа сәттілік. Осылай жасағаныңызға сәттілік. Сәттілік. Кімде жүрек? Күнделік есеп. Барлық күндері сәтті өтсін. Аман жасалатын жақсы. Аптаңызды бол. Осылай жайдары күнде осылай сәтті күн бола берсін. Ашық сабақты керемет өтуіңізге тілектеспін. Рахмет балалар, өте тамаша. Жақсы осылай көңілмен тәрбие сабағымыз бастайды. Балалар жалпы жемқорлық туралы мағлұмат беріп кетсек, 1998 жылы Қазақстан Республикасында осындай сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң қабылданған. Содан бері біздің бұқаралық ақпарат құралдарынан күнделікті түспейтін небір жаңалықтарда еститініміз сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ, сыбайлас жемқорлықты жою керек дегенді естіп жатамыз, иә? Міне енді осының барлығы сыбайлас жемқорлық неден шығады, қалай болды, ол туралы қазір шағын ғана видеоролик көреміз. Содан кейін видеороликті өз ойымызбен өрбітіп, ары қарай пост жасайтын боламыз. Бірінші бәріміз бірге видеороликті көріп тамашалауға. Балалар, енді мына видеороликті сендерге арнайы Алла қаласа, сендер де 9-дан кейін оқуға түсемін деп отырсыңдар, иә? 11-ден кейін түсетіндерің бар. Барлықтарың болашақ бір мамандық, керемет мамандық иесісіңдер. Осы бейнероликті көру арқылы өздеріне үлкен бір ой түйсін деп дәл осы роликті таңдадым. Қазір бірге көріп, ойларды түйіп, ары қарай бірге өрбітетін боламыз. Балалар, видеодағы ойларымды бөліспес бұрын сендерді екі топқа бөліп алып кетті. Бірінші топ туған жерде қалды, екінші топ бейбіт ел. Яғни туған жерімізде бейбіт елде жемқорлықсыз ешқандай сыбайлас жемқорлықсыз өмір сүрейік деген осындай ниетпен екі топқа бөліп алып сендерді. Ал енді видеода алған әсерлеріммен ойларымды бөлісе отырсаңдар, бірінші ойларымды бөліп алсам, кім не айтады? Өз ойларымды кішкене бір ауыз сөзін жеткізсек. Айтқаным бар ма? Сағындық әсер еткен жемқорлық болашаққа орнынан тұрып айта білейін. жемқорлық дегеніміз болашаққа өзіміздің болашағымызға бағытталған. Керемет, өте дұрыс ой айттың. Тағы бар ма? Бейбіт қойған. Әдемі. Жемқорлықсыз өзіміздің болашағымызды керемет қылып елестете аламыз. Өйткені жемқорлық беру арқылы өзіміздің болашағымызға зиян тигіземіз. Енді балалар, екі топқа тапсырма бар. Бірінші туған жер тобына осы жемқорлыққа қарсымыз деп өздерінің ойларын дәлелдеу мақсатында постер қойғансаңдар, сурет саласында мен өздері
екінші топ бейбітшілік сендерге ең диаграммасын берсем, өздерің ары қарай талқылайсыңдар. Енді жемқорлықтың зиянды жақтары, пайдалы жағы жоқ қой, енді бірақтанда сол қандай мақсатта сол жемқорлыққа барамыз деген сияқты өз ойларыңды бір параққа түсірсеңдер екен. Жақсы, дайын болсыңдар, 3 минут уақыттарың бар. Тамаша балалар, осылай бірлесіп жұмыс істейді. Бәрі суретші екенсіңдер ғой? Себеп, салдар. Балалар дайын болсыңдар, уақыт өтті, уақыт келді. Енді бірінші топ бізде туған жер тобы, жемқорлыққа байланысты суреттермен бірге шығып, айтар ойларыңды айтып түсіңдер. Бірге бәрін yo'lға салып өттік, келі. Бізде бұл суретте жемқорлыққа қарсы жайлы айтылған. Бізде мысалы бұл суретте әр мамандық иесі жемқорлықсыз, парасыз өз мамандықтарын істеп жатыр, сондықтан да біз өркейіп өсіп жатырмыз. Бұл жерде бізде суретте қылмыс болып тұр. Екі адам бір-біріне пара беріп, келісім жасап тұр. Бір пара, екі қылмыскер тамаша жасапсыңдар. Сол бір параның кесірінен екеуі де қылмыскер болып тұр. Бір-біріне ақша берудің кесірінен. Адал жолда еңбек ешқашан да сатылмайды. Тамаша. Бұл жайында не айта аласыңдар? Қандай жағдайда көбінесе жемқорлыққа барамыз біз? Өзіне қатты бір зат керек болғанда ол сен ешқандай шығатын жол болмаған кезде сондай параны беріп өзіміз өтіп кете аламыз. Бірақ кейін алдымыздан айналып өте дұрыс айттың. Кейін алдымыздан өзімізге зиян болып келуі мүмкін. Біз оны сол кезде бірақ білмейміз. Кеш түсініп бармақ тістеп жататындар бар, тамаша, рахмет, отыра қойыңдар. Жемқорлыққа жол жоқ. Біздің тақырыбымыз өздеріңіздің тақырыбы жемқорлыққа жол жоқ. Жалпы жемқорлық ол адамның өміріне өте көп зиян келтіретін іс. Жалпы жемқорлықтың себебі көптеген себептерден туындайды. Мысалға айта кететін болсақ, әлеуметтік экономикалық себептер, саяси себептер, құқықтық себептер жатады. Жалпы жемқорлықты адам өзіне кейде ақша деп атаймыз ғой, енді жемқорлықты ақша алады. Ақшаға кейбір адамдар қызығып алады, немесе қысылған жағдайда алады. Керек болған кезде алады. Ол керек болған жағдайда мысалы жемқорлықтың болмағанына толықпен қарсымыз. Тамаша. Салдары. Пара беру арқылы екі адам қылмыскер болады. Яғни ол келешекте өз мамандығына балта шабуы. Және бұл халыққа көп салдарын тигізеді. Қорытынды, әр адам қандай жағдай болмасын, тек өзінің болашағы үшін жемқорлыққа жол бермей, өзінің болашағына балта шаппай, жақсы өмір сүру керек. Қазіргі таңда мұндай жағдайлар көп кездесіп жатады. Егер мен де жоғары қызметкер болатын болсам, мұндай жағдайға жол бермес едім. Себебі бұл адамдардың болашағына балта шабуы мүмкін. Бейбітшілік тобына өте жақсы ой білдіргендер үшін олар рахмет айтып берілген болатын. Алдыңғы уақытта тапсырмада үйден өздерін жемқорлыққа, сыбайлас жемқорлыққа қарсымын деген ниетте бір шумақ өлең жолдарын арнап жаттап келсеңдер болады. Болмаса жүрек жарды өлеңдерді арнасаңдар болады деген. Бізде Жылқайдарова Альбина дайын екен. Альбина тұра ғой. Қақпағыңызды Альбина. Егеменді өсер елде тұрамын. Білдіремін сезімімді жыранмен. Жолы менен жүрейік елбасының жемқорлыққа жол жоқ деген ұранын. Тамаша. Ақбота, Жансая. Әр атана өнеге берсін бала. Ал Жансая, айта қойыңыз. Адал жолмен астарын тапса екен, арам жолмен тапқан бар пайдасын. Көріп тұр көктегі жалғыз Алла, сыбайлас дегеніміз не? Адамдардың бірігіп ымыраға келуі. Мыналар жемқорлыққа жата ма? Мынау оқиға бірінші. Жата десеңдер орнымыздан қол көтеріп жауап береміз. Жатпай десеңдер де қол көтеріп өзіміздің ойымызды білдіреміз. Бірінші сұрақ, мұғалімге мерекелерде гүл шоқтарын сыйлау жемқорлыққа жата ма? Себебі ұстаз
бірінші анамыз, және ол кісі бізге барлық білімін, тәрбиесін, барлығын береді. Сол себепті біз сол кісінің арқасында жақсы бір білікті, жоғары мамандық таңдап отырамыз. Сол себепті ұстазға бір әншейін бір көңіл үшін гүл берген гүл шоқтарында ешқандай жемқорлыққа, яғни параға жатпайды деп есептейсіңдер. Тамаша, рахмет балалар. Тағы кім ойын білдіре алады? Диана. Мен ойымша бұл жемқорлыққа жатпайды, себебі біздің ағамыз Тоқтар Әубәкіровтың өзі айтқан, ұстазға қандай сыйлық берсең ол жемқорлыққа жатпайды деп. Себебі барлығымыз сол ұстаздың алдынан білім мен тәрбиенің барлығын сол ұстаздың алдынан алып шығамыз. Біз оған деген бір алғысымыз, рахметіміз ретінде бір нәрсе берсек сол жемқорлыққа жатпайды деп ойлаймын. Тамаша, рахмет. Енді бала осы жерде мен жемқорлыққа қарсымын деген бірге оқушысы және де жемқорлық болғаны дұрыс, жемқорлық болмаса қалай ары қарай деп мен қарсымын дейді. Қарсы. Мен де қарсымын. Жақпын деген бар ма? Айхан. Иә, тамаша. Айхан өз ойын баланкерлер айтып береді. Енді ортаға шығып, Апай пара беру бірінші қарсы топты тыңдап алыңыз ба? Әлде пара алған дұрыс емес. Мен өзімді келсем, жемқорлық бұл мүлде жаттылық, яғни біз жемқорлықты ешқашанда жасамауымыз керек. Қандай жағдай болмасын, біз өз еңбегімізбен, өз адал табысымызбен күн көріп, және басқаларға да жемқорлықты ұсынбай, алмай, жақсы өмір сүруіміз керек. Енді қарсы топтардың болса, Айхан. Мен ойымша, пара алған бұл дұрыс. Себебі қазіргі таңда көп кісілердің айлықтары өте төмен, ал азық-түлік, балаларына киім әперу, олардың оқу орны, оларға төлеу, бұның бәрі өте қымбатқа шығып кетеді. Сол үшін ол кісілерге қаржы жетпегендіктен бұл кісілер пара алады. Бұл кісілерді де түсінуге болады. Ол кісілер пара алады және де пара беріп тұрған кісі ол кісі де өзінің керегін алады. Қиындық мәселесін шешіп ала ма сонда? Қарсы топты тыңдайықшы. Негізінде бұл жағынан дұрыс, бірақ ол пара алған жағдайда ол өзіне алдына екі есе зиян болып айналып келеді. Менің ойымша пара алған дұрыс емес. Мысалы, бір адамға пара беріп, бір жерден қиындықтан шығып кетсе, оның алдына келесі жолы жеңдемалық дейді, оның алдына келесі жолы екі есе қиындық болып келуі мүмкін. Сол кезде ол парамен еш нәрсемен шеше алмай қалады. Ол өзінің басымен, менің ойымша өзінің басымен өзінің қиындығын ешқандай жемқорлықсыз парасыз шешкен жөн деп ойлаймын. Сонда келесі жолда парасы шешіп кете алады. Тамаша. Жасая. Бұл пара беруді әрине дұрыс емес деп те айтуға болады, бірақ келісемін, себебі қазіргі таңда бәрінің айлығы бірдей көп емес. Сондықтан көптеген азық-түліктер қымбаттап жатқандықтан таршылық көріп жатады. Сондықтан менің ойымша бұл дұрыс. Пара алған дұрыс. Масқара бала біз міне қараптан қарап екі топқа бөлініп алдық, иә? Жемқорлыққа қарсы, біреу жоқ, пара алған дұрыс. Кәдімгі күнделікті өмірде де болып жатыр ғой жағдайлар, иә? Бірақ балалар барлықтарына айтарым, жемқорлық жақсылыққа апармайды түрінде. Сондықтан да болашақ сендерде маман иесісіңдер. Сондықтан жемқорлықсыз адал еңбекпен нан жеуді сендерге тілеймін. Сондықтан ешқандай жемқорлықсыз өмір сүруіміз керек. Болашақ жастар сендерсіңдер, болашақ сендердің қолдарында. Сол себептен жемқорлыққа бір ауыздан қарсымыз деуіміз керек балалар, мықты ма? Рахмет. Ал ендеше балалар, мақал мәтелді жалғастыр. Келесі біздің тапсырмамыз мақалдың басын оқимыз, және жалғасын табуға тілеймін. Адалдық ар-намысы. Тамаша. Шындық жоқ жерде өтірік, сұмдық көп. Шындық жоқ жерде сұмдық көп екен. Міне осыдан жемқорлықтың түбі алдау арбаумен басталатыны көрініп тұр, иә балалар? Түбі жақсылыққа апармайды, сұмдыққа нәрсеге апарады. Кеттік келесі. Адамның әдемілігі несінде? Шыншылдығында. Тамаша Ибрахим, жарайсың. Ақиқат сөзде алалық жоқ. Тамаша, өтірік жоқ, алалық жоқ. Алалық деген өзі өтірік деген мағынаны білдіреді. Тамаша. Енді еңбек етсең ерінбей. Тамаша. Еңбектің наны тәтті? Жаны тәтті. Жарайсыңдар, бәрін біледі екенсіңдер. Әділдікке жығылмайтын адам. Әкімің әділ болмаса, саудаң әділ болмаса. Тамаша бала, жарайсыңдар. Осымен балалар, сендерге жемқорлық туралы ұғымның өз кең ауқымда ашық түсінікті болды деп
жарқын, ешқандай жемқорлықсыз адал еңбек еткен мамандық иелері болыңдар деп тілеймін. Бүгінгі тәрбие сағатымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.